баштайбыз. Бүгін шапшаңдық пен дәлдікке үйрететін пейнтбол ойыны туралы айтамыз. Ендеше дайындалайық. Өте қорқынышты, сондықтан сақ болу керек. Маскасы мен арнайы киім міндетті, себебі атылатын түрлі түсті бояу оқтар өте қатты тиеді. В пейнтболе очень мало правил. Пейнтболда екі ереже бар. Біріншісі, ойын кезінде қауіпсіздік маскасын шешуге болмайды. Екіншісі, ойын алаңынан шыққан соң қаруды қауіпсіз режимге қосып, үстелдің үстіне қою керек. Бұл өте маңызды, себебі шарик секундына 100 метрге дейін қашықтықта атылады. Осы екі ережені сақтаған кезде ойын қауіпсіз өтеді. Деректерде бұл ойында ақштың барлау басқармасы әскерилерді жаттықтыру мақсатында ойлап тапты делінген. Сондай-ақ Вьетнам соғысынан кейін сарбаздардың психологиясын қалпына келтіру үшін ойлап табылған бағдарлама дегенде ақпар бар. Қарсылас командада ойыншы қалған жоқ, ал бір ойыншы қалған екен.